Астананың боранына қарамастан жолдасымыз екеуміз баламыздың өкілі ата-анасына сыйлық алуға шықтық. Ең алғаш жолдас баласына сағат алуға келдік. Бұл жақта сағаттың түр-түрі көрінеді екен. Ең алғаш қараңыздар, осындай парный сағаттар менің көзіме түсіп жатыр. Жолдастарыңызбен таққанға өте әдемі екен. Ретро сағаттар да бар екен. Кожаный өте әдемі, өзінің футлярларымен өте ерекше көрінеді екен. Ең басты 2 жылға гарантиясы болады екен. Маған осындай кожаный ременмен ұнатып едім, бірақ жолдасым өзіне ұнаған түрі болды. Сосын сол сағат түрін аламыз деп шештік. Әрі ерекше көрінеді екен. Бұл кісі бізге барлығын түсіндіріп беріп жатыр және 10% жеңілдік жасады. Гарантийный осындай чегін берді. Осылай пакетке барлығын әдемі қылып салып берді. Енді сыйлыққа берген күшті ғой, айтыңыздаршы. Одан кейін қардымызды ашып осындай бургер жеуге келдік. Хот-дог да бар екен ішінде. Енді шашқа мән бермеңіздер, шаш деген енді ураган болып жатыр. Қазір дайын болады деді. Жолдасым өзіне донер мен осындай хот-дог заказ берген етін. Блогерлер құсап керемет осылай камераға жеп көрейінші деп едім. Это не мое екен, бар ғой, қыздар үстіме шашылып кәдімгідей быдш болды ғой. Мен нервштетіп атқанымды көріп күйеуім, донерімді сен жіберші деді. Кәдімгідей қараңыздар, үстім деген үйпа-түйпа болып кетті. Сосын донерді жеп алдық, артынан кофе ішем деп едім. Кофесі қышқылды, ұнаған жоқ. Сосын қош тезірек подаркамыз алайық та үйге қайтайық дедім. Сосын құрбыма алтын алуға келдік. Бұл жерде алтын түр-түрі бар екен. Осындай сырғаланба деп едім. Сырған кішкентай екен. Мына сырғаны көрдім, кішкентай сияқты көрінді. Тағы да басқа түрін көрдік. Бұл да әдемі көрінді, бірақ сақиназ деген болатын. Сосын ойымдағыдай осындай әдемі сақинаны таптық. Сіздер де балаларыңызға өкіл ата-ана сайлайсыздар ма? Сол жайлы жаза кетіңіздер.